Ассаламалейкум достар, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Менің есімім Камалбай Юсупбайұлы. Мен осы панический атакамен невроз, ВСД, вегетососудистая дистония және агорафобиямен ауырғаныма 2 жыл болып, ол 2 жылдың ішінде мен құтылдым. Аллаға сан шүкір, қазір агорафобиядан панический атакадан шыққаныма 1,5 жылдай уақыт болды. Мен түбегейлі ол нәрселерден құтылдым Алланың қалауымен. Енді осы басында өткен оқиғаларды сізге айтып бергім келеді және қалай ол нәрседен арылдым, сол нәрселерді толық сізбен бөліскім келіп отыр. Мүмкін сіздерге де пайдасын тигізеді. Мен ешқандай психолог маман емеспін. Менің өзім мамандығым исламтанушы, теолог маманмын. Соңғы кезде Аллаға сан шүкір қазір психологияда оқып, біраз нәрселер түсініп, миды зерттеумен айналысып жатырмын. Яғни мидың қандай құдіреттілігі бар, біз миымызбен не нәрселер жасай аламыз деген сияқты мәселелерді қарастырып жатырмын. Яғни біз миымызда көп нәрсені қолданбай жүр екенбіз. Мен жалпы панический атака ең бірінші маған осы 2018 жыл келді, қателеспесем. Онан бұрында болған, негізі мен есімде жоқ. Бір бас айналу, бас аурулар болып тұрған. Ол кезде біз панический атака немесе невроз, агорафобия дейтін нәрселерді ол кезде білген жоқпыз. Жай ғана бас ауруы шығар деген сияқты. Сонан 2018 жыл мен мешітте тұрған кезде, мешітте тарауих намазын, яғни Рамазан айында түнде оқылатын тарауих намазы дейтін бар, жамағат болып оқылады. Яғни көп жамағат жиналады, мешіттің іші толады. Сонда намазда тұрған кезде имам оқып тұр, мен арт жақта имамға үйіп тұрмын. Сонда намаз оқып тұрған кезде бірден келді, басым айналып, аяқ қолым әлсізіреп, жансызданып қалды. Өзіме өзім былайша айтқанда күшім жетпей қалды, түсініксіз бір жағдай. Сол кезде қатты страх болды, қатты қорқып кеттім. Болды, осы жерде мен енді өліп қалатын шығармын деген сияқты, денемнен мұздай тер шығып. Сосын 5 минуттан осылай ұстады да, қатты 5 минуттан кейін жайлап жіберді. Денем кішкене босаңсып, жақсы болды. Сонан дереу больницаға барып, дәрігерге бардым. Осылай менде осындай ситуация болды, осылай болып қалды. Аяқ қолым жансызданып қалды. Менде инсульт бар ма деп невропатологқа бардым. Ол ешқандай инсульт менде тапқан жоқ. Аяқ қолдарымды қимылдатып көрді, көздерімді былай қаратты, былайша айтқанда ешқандай менен инсульттың белгілерін ешқандай тапқан жоқ. Басқа врачқа жіберді, гастроэнтерологқа жіберді. Ол кісі бүткіл асқазанымды тексерді, жаңағы колоноскопия жасады, ФГДС жасады, шланг жұттырды. Сонан тағы МРТ-ға жіберді, МРТ-ға түстім. МРТ-ға түсіп басым түсірдім, ешқандай проблема болған жоқ. Сосын бүткіл организм, бүткіл денені түсірдік, ешқандай проблема тапқан жоқ. УЗИ-ге жіберді. УЗИ-дегілер бауырымды, барлығын, өт қалтамды, бүйрегімді бәрін тексерді, барлығы тап-таза. Ешқандай проблема тапқан жоқ. Бауырда кішігірім ожирение бар, ол қорқынышты емес деді. Бауырда барлық адамда май бар, ол қорқынышты емес. Барлық адамда бар. Сонан не керек, жүрегімді кардиологқа бардым, жүрегімді көрсеттім, ЭКГ-ға түсірдім, электрокардиограммаға, сосын УЗИ-ге түсірдім. Ол жерден де ешқандай проблема тапқан жоқ. Яғни сенің былайша айтқанда денсаулығың пілдің денсаулығындай деп тұр ғой. Сонан мен түсінген жоқпын. Бірақ мазам қашты. Алайда дәрігерлер ешқандай менен ауру дерт тапқан жоқ. Мен сонда ойладым да, мына дәрігерлер ештеңе білмейді шығар деп та. Сөйтіп жүргенде тағы да осы мазам қашу жалғастыра берді. Мына өкпем қысып, мына көкірегім ауырып, шаншып, жүрегім қатты соғып, басым айналып, жаңағыдай өзіме өзім күшім жетпей қарады, әлсіреп солай болып қалам, аяқ қолым ұйып, бірден ұйып қалады, жансызданып қалады деген сияқты. Одышка болады, мына тамағым жұтына алмай қалам, деп демалмай қалам. Сонда соңында қайтадан врачтарға тағы да бардым. Мен бірінші Ақтау қаласында қаралдым. Мен өзім Маңғыстау облысында тұрам. Ақтау қаласынан бүткіл врачтарға қаралдым да, бұл жердің врачтары былайша айтқанда ештеңе білмейді деген тұжырымға келдім да. Ақтөбе облысына барып, сол жерде қалалық Әйгерім дейтін клиника бар, частный клиника бұл. Ол жерде енді керемет аппараттарды, шетелдің аппараттары барлығын таза қарап, таза тексереді. Анализдерін өздерінде тапсырасыз, таңертең тапсырсаңыз кешке шығарып береді деген сияқты. Сол жерге барып, мен 300 мың теңге сол клиникаға кетті, былайша айтқанда. Бүткіл обследование жасау үшін, бүткіл денемді тексеріп шығу үшін, бастан бастап, шашымнан бастап, тырнағыма дейін тексерту үшін, былайша айтқанда 300 мыңға жуық ақшам кетті. Олар да ешқандай менен ауру тапқан жоқ, сенде ешқандай ауру жоқ. Сонан жайлап күшейіп келді да, менде жаңа не басталды, агорафобия басталды. Енді мен магазинге кірсем мазам қашып қала береді, яғни супермаркетке кірем ба, мазам қашып кете береді. Теңізді жақсы көретінмін. Бұрын қатты теңізге барып шомылатынбыз, балдармен көп баратынбыз, теңіз бізге жақын тиіп тұр. Теңізге барып шомылатынбыз, теңізге барсаң толқыннан мазам қашып,
дем қысып ана жерде тұра алмай, керісінше теңіздің жанында тұрып сен йод бөлінеді ғой, зобқа пайдасы бар да, бірақ ешқандай менде не жоқ, ол жерде бір рахаттану, ләззат алу деген нәрсе жоқ. Керісінше жаңа теңіз маған кері реакция береді, кері әсер етіп мазамды қашырады. Сонан не керек, жаңағыдай үйге келіп, үйден шықпай қойдым. Мешітке барсам, мешітке намаз оқуға барсам, мешітте де мазам қашып, имамдыққа шығып тұрсам да мазам қашып, құлап қала жаздап, солай мазам қаша берді. Сонан иіске мазам қашу пайда болды. Бұрын мешіттің иісін, әтірдің иісін қатты жақсы көретінмін. Соңғы кезде сол мешітке барсам, әртүрлі мешіттердің иісіне басым айнала беретін болды. Сосын аллергологқа барып едім. Аллерголог менен ешқандай ештеңе тапқан жоқ. Қаның барлығы тап-таза еді, ешқандай сенің аллергиялық белгілер жоқ аллергияға. Тап-таза, онда мен түсінген жоқ. Сон шампунға басым, шашым жуа алмай қалдым. Тек кір сабынмен жуынамын, шампун жаңағы ваннадағы бүткіл шампун, порошок, иісі бар нәрселерді ары қарай сыртқа шығарып тастадым. Киімдерімді порошокпен жудыртпаймын. До того сондай мен сондай халге түстім. Болды, енді мен иіс келсе болды, мен дем қысады, мазам қашады. Тұра алмаймын. Сонан өзім бөлмеме қамалдым. Агорафобия менде қатты күшейіп кетті. Мен екінші бөлмеге до того шыға алмай қалдым. Сондай панический атакамен бірге, агорафобия бірге келді. Панический атака маған жарты сағат сайын келетін. Жарты сағат дем қысып келіп тұрады. Мысалы, шай ішіп отырамын ба, немесе негативне бір ақпарат тыңдап қалам ба, немесе біреу, мен өзім имам болып жұмыс жасағандықтан маған көп хабарды көп жібереді маған. Мен себебі сондай жерлерде постоянно жүргендіктен маған сол оқиғаларды айтып, немесе сондай хабар жеткізіп, осындай түгенше қайтыс болып қалды, соның жаназасы деген сияқты да. Сол нәрселерді естіген сайын менің мазам қаша береді кәдімгі. Мен жазылуымда қиын болып, не істесем болады деген сияқты да. Яғни бір өліп бара жатқан сияқты да. Бір панический атаканың бір таң қалатын жері, мен бұл ауруға таң қалдым да. Бұл ауру бар, сосын жоғалып кетеді да. Жақсы жүресің, бір кезде тағы келеді да. Бұл қандай ауру деймін да? Егер сізде патологический ауру болса, ол сіз жатуыңыз керек қой, төсек тартып. Шынымен сіз ауру болсаңыз, сіз төсек тартып жатуыңыз керек, орныңыздан қозғалмауыңыз керек. Бірақ мына жерде ешқандай бір ауру жоқ та. Бірақ жүресің, тым жақсы жүресің, жүгіріп жүресің, бір кезде тағы панический атакаң бастаған кезде айдап құлайсың да, былайша айтқанда. Төсек тартып жатып қаласың, орнынан қозғалмай. Кәдімгі шынымен ауру сияқты. Физически ауруың бар сияқты жатасың, бірақ ешқандай сенде ауру жоқ. Біраздан кейін жаңа өзіңе келеді, панический атака кеткеннен кейін жайлап барып не істейміз, орнымыздан тұрып шайымызды ішеміз, тамағымызды ішеміз деген сияқты. Сосын майлы тамақ ішсем, майлы тамақ жесем, мазам қашып, құлап, паникам күшейіп, сөйтіп қала беретінмін. Көрдіңіздер ме? Осындай ситуация басымнан өтті. Сосын интернетті іздеп, ютубты іздеп бастадым. Бұл қандай ауру деген сияқты да. Депрессия деп жаздым. Панический атака деген нәрсені білмеймін. Сонда жаңағы депрессия дедім, стресс дедім. Жаңағы психологтарға барып та қаралдым. Психологтар олар жаңағы осы ютубта қарағаннан кейін барып депрессияны не істеп, депрессия алу қалай алынады, депрессия қалай алады адамдар, депрессияға не үшін түседі деген сияқты. Енді депрессияға түсетінде менде жағдайлар өте көп болды. Өмірімде көптеген травмалар болды. Негативтер, сосын менің жұмысым негативне, постоянно мен жаңағыдай жаназаларда жүремін, көп сүйектерге көп кіремін, мысалы адамдар жуындырамын деген сияқты, жаназасын шығарамын. Сосын мешітке де адамдар тек қана жаңағы немен жақсылықпен келмейді да, позитивпен келмейді, барлығы негатив. Мысалы отбасы проблемасымен келеді, күйеуі тастап кеткен, немесе әйел тастап кеткен, балдарын жетім қылып кеткен, жаңағы игромания дейді ғой, әртүрлі құмар ойындарға кіріп кеткен, ішімдікке беріліп кеткен. Кілең бізге келетін, яғни имамдарға келетін адамдар тек қана негативный өзіндегі энергияларын алып келетін да, негативті энергияларын алып келіп біздерге лақтырып кететін. Біз соны көтеріп алып, қиналып, мазамыз қашып, не болып бара жатыр, мынау біздің елдің болашағы не болып бара жатыр, адамдардың жағдайы не болып бара жатыр деген сияқты уайым, яғни ішімізге түсіп кеткен да. Енді осы депрессиядан қалай құтыламын деген нәрсені іздедім. Сосын жаңа психологтарға айтып, онан 2021 жыл карантин басталып кетті. 2020 жыл ма, қателеспесем, 2020 жыл карантин басталды. Карантин басталды, сол басталған кезде онлайн болып кетті. Сосын жаңағы онлайн Қазақстанда психологтардың номерлерін аламын, онлайн шығам. Олар ешқандай ештеңе білмейді да, мен сіздің ситуацияңызды түсініп тұрған жоқпын дейді да, сіздің ситуацияңызды, сіздің жағдайыңызды мен түсініп тұрған жоқпын шыны керек. Осындай ма деп депрессияны шығу, жаңағы медитацияларды айтады, оларды мен жасап көрдім, ешқандай олардың пайдасы тиген жоқ. Сосын ары қарай бұны зерттей бердім, ютубтан іздей бердім. Бірге жаңағы панический атака, агорафобия деген нәрселер шықты, депрессия деген бірге қатара шықты да. Сосын не екен деп қарасам, симптомдарын айтты ана жерде. Симптомдарын айтқан кезде
мен ана жердегі симптомдардың барлығы менің бойымда бар да, түсініп отырсыз ба? Менің бойымда бар. Сосын мен таң қалдым, мынау шынымен мынандай нәрсе ғой мендегі. Содан ары қарай зерттеп келіп, сонда жаңағы ютубта Павел Федоренко дейтін жігіт бар, орыс жігіт. Сол жігіттің сабақтарына қатысып, сосын ары қарай жаңағы 1 ай 2 ай соң тегін сабақтарын көріп, жақсы болған сияқты боламын, бірақ жаңағыдай жалғаса береді да. Сосын сабақтарында 1 айлық курсына қатыстым, 1 айлық курсына қатысып, сонымен 1 айлық курсын тәмамдадық. 1 айлық курста жаңағыдай көптеген тапсырмалар берді, оны орындау мен үшін өте ауыр болды. Мен тіпті керек болса, мына бөлмеден шыға алмайтын адам едім. Сол бөлмеден шығу керек болды маған. Ол маған көлігіңді мінесінде жаңағы айдалаға барып айналып келіп, жаңағы панический атакаң көтеріледі, сосын қайтып келіп, солай өзіңді үйретесің деді да. Сосын жаңағы панический атаканы ары қарай итермейсің, керісінше оны жақсы қабылдайсың, оған мән бермейсің деген сияқты. Себебі бұл ауру емес дейді да, бұл мидағы реакция да, ол ауру болсаң, саған зиян келеді. Мына ауруда саған ешқандай зиян келмейді. Бұл 100%, 100% доказаны, ешқандай қорқатын нәрсе емес. Бұл аурудан ешкім өлген емес. Себебі бұл ауру ешқандай патологический емес. Сіздің денсаулығыңызға ешқандай зиян бермейді. Просто мидағы реакция. Түсінесіз ба? Невроздан ешкім өлген емес. Сонда жаңағы Павел Федоренко дейтін жігіт өзі қатты ауырған бұл аурумен, ол ешқандай психолог емес, бірақ ауру арқылы өзі зерттеп, ізденіп барып, сонда психологиялық методтарды пайдалана отырып, өзі осы нәрседен шыққан бірнеше жылда. Сонымен сол кісінің тактикаларын мен де қолдандым. Сосын өзімнің де бір ерік жігерім болды іште, өзімнің де бір қосымша бір тактикаларым болды, соларды қостым. Былайша айтқанда, қалай да мен бұл нәрседен құтылуым керек, бұл нәрсені жеңуім керек. Егер мына нәрседен жеңіліп, мен үйден шықпай отыра берсем, онда мен қорқақпын, мен әлсізбін деген өзіме жаңа не қойдым да, бір мақсат қойдым. Яғни мен әлсіз болмауым керек. Егер мынадан таяқ жесем, мен панический атакаға жеңілсем, значит мен қорқақпын. Ендеше мынадан қорқмауым керек, мен бұны жеңуім керек, мен бұның тастан шығаруым керек. Қалай да деген сияқты өзіме мақсат қойдым да, сонымен жеңудің жолына түсіп кеттім. Жайлап екінші бөлмеге көштім, үшінші бөлмеге өттім деген сияқты. Бөлмелерді ауыстырып барып, әр бөлмеде жүріп солай үйрендім. Мазам қашады, бірақ мазам қашса панический атака келген кезде оған қарсы шықпаймын. Панический атака келдің бе? Мен мына бөлмеге өтіп жатыр едім негізі. Қош келдің, келе бер, жақсы, қазір кетесің ғой деген сияқты. Сосын екінші бөлмеге кіріп, сол жерде панический атакам келе ме? Ұзаққа созылмайтын болды. Басында жарты сағат, 1 сағат солай созылып тұратын, тіпті керек болса 1 күн созылған кездер болды. Мысалы 3 айлап басым ауырып жүрген кездер болды. Тоқтамайды, күнде басым ауырады да. МРТ-ға түсірсек, баста ешқандай проблема жоқ та. Түсінесіз ба? Сонан не керек? Екінші бөлмеге барсам, мазам қашады. Сонымен жақсы қабылдап алам, қош келдің деген сияқты. Сонан жайлап аулаға шықтым. Агорафобиядан солай құтылдым. Қазір бізде агорафобиямен ауырып жатқан адамдар бар. Сыртқа шығудан қорқатын, адамдармен араласудан қорқатын да. Жайлап күресу керек, жайлап. Сіз қорқасыз, страх бар сізде, қорқу бар да, қорқу бар. Ол қорқудан қалай шығасыз? Айтасыз, екінші бөлмеге кіресіз, қорқу келеді да, жайлап ол 10 минуттан кейін, 5 минуттан кейін кетіп қалады ол. Түсінесіз ба? Қорқу деген бір эмоция ғой. Ол жайлап ұзаққа созылмайды да, эмоция, адамның эмоциясы ұзаққа созылмайды. Түсінесіз ба? Мысалы, қатты қуанып отырасыз ғой, қуанасыз ғой бір нәрсеге. Ол қуану да ұзаққа созылмайды да, уақытша. Мысалы, бір нәрсеге күлесіз, риза болып күлесіз да, бірақ ол уақытша. Мысалы, сол сияқты қорқу дейтін эмоция да ол уақытша келді сізге, жайлап кетеді. Ендеше ол қорқуға қарсы шықпай қойыңыз, келсін, панический атакаға қарсы шықпаңыз, келсін. Сіз не істейсіз? Мына бөлмелерге өтесіз, аулаңызға шығасыз, түсінесіз ба? Ендеше бұл панический атакаға өзімізге кіруге жағдай жасауымыз керек та, Панический атаканың келуіне өзімізге жағдай жасап беруіміз керек. Сосын құшағымызды ашуымыз керек. Ол сізге ешқандай зиян тигізбейді. Айтып отырмын ғой, осы кезге дейін сіз панический атакамен ауырып келдіңіз. Енді сізге ештеңе болған жоқ осы кезге дейін. Ауырып келдіңіз, панический атака күнде сізді мазалап жатыр, бірақ сізге ештеңе болған жоқ. Ары қарай да сізге ештеңе болмайды. Панический атака келе береді. Енді бұл нәрседен шығудың біз жолдарын іздеуіміз керек. Бұл нәрседен шығудың жолдарын іздеуіміз керек. Ол нәрселерді мен барлығын дайындап қойдым. Алла қаласа мен сіздерге толық сол жайлы ақпарат беретін боламын. Ең бастысы, достар, бұл ешқандай қорқыныш нәрсе емес. Бұл мидағы реакция, соны түсініңіз. Мида болып жатқан бір құбылыстар, сіздің миыңызда кішкене не бар, негативтер бар подсознаниеде. Соны алып тастау керек болғаны. Алып тастағанда түбегейлі ол алынбайды. Оның орнын жақсылықпен толтыру керек та, яғни негативті басып, үстін позитивпен, жақсылықпен толтыруымыз керек.
Алла қаласа бұл нәрседен шығасыз. Ең бастысы, бұл нәрсе сіздің денсаулығыңызға ешқандай зиян бермейді. Кеше мен бір видеомда тікелей эфир түсіргем, сол жерде астына бір комментарияға бір адам жазып кеткен да, тіпті өзі білмейтін де шығар оның қандай ауру екен. Сол бұл панический атакамен көп адам инсульт болған, көп адам өліп кеткен. Өтірік нәрсе. Ешқандай ол нәрсе жер жүзінде, дүние жүзінде бұл нәрсе тіркелмеген, ешқандай да. Түсінесіздер ма? Бұл доказано. Панический атакамен ешкімде өлген емес, немесе инсульт болған емес. Егер сіздің патологический ауруыңыз болса, егер шынымен де сахарыңыз болса, басқа да бір қосымша ауруларыңыз болса, кішкене сізге кедергісі келуі мүмкін, бірақ сізді ол өлтіретін, сіздің жаныңызды алып кететін нәрсе емес бұл. Ол қорқатын нәрсе емес. Сіздің денсаулығыңыз мықты, жүрегіңіз әдемі соғып тұр, ешқандай жүрегіңізде проблема жоқ. Ол панический атака сізге ешқандай зиянын тигізе алмайды. Соны ұмытпаңыздар. Бұл жай ғана мидағы реакция. Мида мысалы сіз қанша біреуге ашулансаңыз, қанша ренжісеңіз, сонымен өліп қалмайсыз ғой. Сол сияқты бұл да бір құбылыс. Түсінесіз ба? Сол сияқты бұл да бір құбылыс. Адам стресстен, депрессиядан өлмейді. Соны ұмытпаңыздар. Ең басты оны жайлап шығудың жолын үйренуіміз керек та. Алла нәсіп болса, алғашқы сабақтарымызда біз бұл жайлы толыққанды айтатын боламыз. Енді бұның барлығын бір сабақта немесе осы сабақта бәрін бір видеоға салатын болсақ, онда сағатымыз бірнеше сағатқа созылып кетуі мүмкін. Сол себепті қысқа қылып түсінікті тілде жеткізуге тырысатын боламыз. Қарапайым, жалпақ тілде жеткіземіз Алла қаласа. Алла өмірлеріңізге берекет берсін. Аман жүріңіздер, шаршамаңыздар. Сізбен бірге болған Камалбай Юсупбайұлы.